Бәрімізде ортаға шығып, шеңберге тұра қойып. Шеңберге тұрамыз. Енді қазір психологиялық ахуал ең батыл тілек. Яғни бір-бірімізге жақсы тілек айтамыз. Мінекей 7 мамыр бізде қандай мейрам? Отан қорғаушылар күні, соған байланысты, яғни жақсы тілек айтып жүрсеңдер бір-біріне. Кәне, жанымыз бастаймыз. Кішкене қаттырақ айтамыз, Медина. Биғанат саған үстінде ел бақта бол, отанды қорға. Тезек. Іңкар. Сабағымды 5-ке оқып, 90-ды 5-ке бітір. Мұнтас, тезек. Тез, балалар тез айтамыз. Алихан бүгін 5 сағат нәтижеме жақсы болды. Әбдәшін бізге батырын болдыңыз. Бүгін сабақты байзалы. Айдар сағат сәттілік, сағаттан бесін. Бүгінгі ашып сабақтың жақсы. Алихан, сен отан қорғаушы бол, өскенде көптеген жетістіктерің болсын. Жаққа бер. Өскенде батырын сабағымды 5-ке оқып. Айқан тілекті. Так, жарайды, жақсы. Аха, осымен отыра қоямыз. Жұмыс дәптерімізді ашып, бүгінгі күн жазайық. Балалар, жұмыс дәптерімізді ашып, бүгінгі күн жазамыз. Бүгін 5 мамыр. 5 мамыр сағаттың тақырыбы шеңбер, дөңгелек және дөңгелек сектор. Тезірек жазып жіберейік. Тақырыпты жазамыз сағаттың тақырыбын. Шеңбер, дөңгелек сектор. Тезірек. Дөңгелек, шеңбер, дөңгелек сектор. Тақырыпты жазып болдық па? Енді жалпы сабақтың мақсаты шеңбер, дөңгелек сектор ұғымын, яғни меңгеруге. Бұл яғни негізгі қайталау сабағы. Енді қорытпау. Бағалау, бүгін вагон, яғни жұмыс барысында бәріміз бір-бір жұлдыз шалып отырамыз, әр жасырмасайын. Мына жерде қалташасы бар, соған салып отырамыз. Сабақтың соңында осы вагон арқылы бағалаймыз. Түсінікті ғой, балалар? Енді қорытпау
мен тапсырма өткен тақырыпты яғни бекіту. Яғни орталығымыз ашылды. Наш директор Ашари Сахат презентацияны шекер портфолио керек. Енді қараңдар, центрді шеңбердің кез келген нүктесімен қосатын кесінді. Так, не деп аталады? Центрді шеңбердің кез келген нүктесімен қосатын кесінді. Так, яғни мұнда 5 жауап тұр, 5 жауаптың қайсысы? Так, центрді шеңбердің кез келген нүктесімен қосатын кесінді. Не деп аталады? Қаттырақ, орнынан тұрып Центрді шеңбердің кез келген нүктесімен қосатын кесінді не деп аталады? Кім айтты? Дұрыс, яғни центрді кез келген шеңбер несімен қосатын кесінді радиус деп аталады. Шеңбердің центр арқылы өтетін кесінді ең үлкен хорда деп аталады. Дұрыс, диаметр деп аталады. Шеңбердің екі нүктесін қосатын кесінді хорда деп аталады. Хорда деп аталады, жақсы. Берілген бір нүктеден бірдей қашықтықта орналасқан нүктелердің жиыны геометриялық фигура не деп аталады? Бәрімізді айттық, иә? Шеңбермен шектелген жазықтықтың бөлігі дөңгелек деп аталады. Яғни бәрімізді айттық. Так, жақсы. Енді келесі тапсырмамыз, яғни жеке жұмыс. Жеке жұмыста бұнда қазір неге ашамыз қазір. Осы әрбір оқушы жеке-жеке, яғни мына тапсырманы орындаймыз. Яғни бұл тапсырмамыз сарбаздар жұлдыздары деп аталады. Так, орнымыздан қолдарымызды көтереміз, жарай ма? Экранын істеп отыра ма? Болды. Және жауаптары қолдарымызды көтеремізді орнымыздан тұрамыз, жарай ма? Сосын келіп таңдап аласыңдар. Диаметр 10 см болса радиусы. Келіп таңдайды. Дұрыс. Жауап, яғни, егер дұрыс жауап болса, жасылмен жаңа деп, дұрыс келесі. Диаметр 474 километр, оны радиус айналдырсақ. Дұрыс па? Дұрыс. Бір-біріңді қошеметтеп отырайық, шақалаққа. Радиус бұл жерде не болады? Диаметрден жетесе кем болып тұр, 1737 кетті. Жақсы, келесі. Егер радиус 10 сантиметр болса, диаметр қанша болады бізде? Дұрыс болса шақалақтан отырамыз. Керемет отырауы. Жақсы. Келесі. Жаңа шықты ғой, бұл болды. Қалада не шықты? Қайталан. Дөңгелек екі секторға бөлінген. Бір сектордың бұрышы 90 градус болса, екінші сектордың бұрышы қандай? Егер бір дөңгелек екі секторға бөлініп тұр, Бірін 90, екіншісі қанша? Сосын қалай келсек деген ауызша айтып жүрсіңді. Султана. Қалай есептедің? 360-тан 90-дан
Дұрыс, керемет. Яғни 1, 2, 3 шапалақтаймыз. Так, жақсы. Так, келесі. Так, егер радиус 45 сантиметр болса, диаметр нешеге тең? Так, кім іңкәр? 80. Шықпаған балалар қолдарын көтерейік. Қолымызды көтереміз. Қалай таптың? Себебі мен 45-ті 2 бөлетін Сонымен диаметр. Так, диаметр 2 есе, Керемет. бір радиустан 2 есе үлкенірек. Шапалақтайық. Так, жақсы. Так, келесі. Так, дөңгелек 3 секторға бөлінген. Бірінші сектордың бұрышы 55 градус және 105-ке тең болса, үшінші сектордың бұрышы қандай? Яғни бірінші сектор 55, екінші сектордың бұрышы 105. Біз үшіншіні табу керек. Үшіншілікті қазір Сұлтаны. Қалай табамыз? 105-ті қостық 55-ге, сосын азайттық 360. Керемет. Яғни 360-та Бір-бірімізді мадақтаймыз. Жақсы. Так, келесі. Так, дөңгелекте тік бұрышты неше сектор бар? Так, кім Аделя? Аделя. Қате. Қате болды, иә? Қане отырады. Кім айтады? Медина. Так, қане. Қате болғасын екен. Бірақ дұрыс иә? Төрт өзі бір басын Иә, бір рет басқаннан кейін келесіде басына басын кетеді. айтып. Бірақ түрлі болады. Так, негізінен 4, яғни өйткені әрбір бұрышы неше градусқа тең? 90. Басылды екен. Так, бас. Кішкене өзі келеді. Так, дөңгелек 2 секторға бөлінген. Bir сектордың бұрышы 180 градусқа тең болса, екінші сектордың бұрышы қандай? Бірақ айтар еді, ауызша біреулер айтса да. Так, қанша? 180. Дұрыс жауап. Біріншісі 180 болса, екінші 180 шығады. Дұрыс. Дұрыс деген жауапты Так, басылды. мына дұрыс деген жауап. Яғни 180 градусқа тең екінші секторда, иә? Так, дұрыс. Так, келесі. Так, дөңгелекте жазыңқы бұрышты неше сектор бар? Айтпаған балалар, айтпаған. Так, неше сектор бар? Неше сектор бар? Айта ғой сол жерде Так, тұрып. сол жерде айтамын. Жоқ, қате. Екеуіне балалар. Так, Алихан ешеу? Так, Алихан айтамын. Так, екеуіне. Келді, басқа. Тез. Дұрыс па, дұрыс па? Шықпайды. Не жылы басқаны жақсы көріп тұр ма? Қазір мына жерде басып көрейік. Негізі жауап дұрыс, иә? Так, екеу. Екі. Жауап көтере басылып кетті ма? Так, жақсы, Камалихан. Так, конечно. Осы оқыды. Ана жерде басып көрейінші, келесі басып. Так, келесі. Басқанда не басылмай тұр. Ал міне келесі. Келесі дөңгелек 2 секторға бөлінген. Bir сектордың бұрышы 145 градусқа тең болса, екінші сектордың бұрышы қандай? Так, екінші бұрышы қанша болады? Жауап бермеген балалар. Так, жауап бермейді. Жанқыз. Так, жанқыз қанша? Дұрыс. Дұрыс па? Дұрыс па, 215 дегеніміз? Яғни 160-тан 145-ді азайтамыз, 200. Так, 15 дұрыс, иә? Дұрыс. Так, жақсы. Так, жақсы. Қане, жанқызға бір, екі, үш. Үші жақарақтаймыз, иә? Келесі. Так, келесі Болды. тағы. Болды. Өте керемет. Так, енді бізде сергіту сәті. Миды жаттықтырайық шамалы. Так, әлі, орнымыздан Орныңыздан тұрайық. тұрайық. Түсіндіре беріңіз.
Сіздердің компьютерлеріңіз бар ма? Миді жаттықтырайық. Яғни қазір мынандай тапсырма. Бірінші сан 4 деген санды атаймыз да, амында түсін атаймыз. Мысалы, 4 қызыл. Түсінікті ғой. Бір-бірден бірінші партадан бастап ары қарай жалғастырамыз. Жарай ма? Бұл миға жаттығу. Ал бастайық. Дұрыс, қаттырақ айтамыз. 4 қызыл. Келесі. 8 Қандай түс? Қандай сары? Сары. Қаттырақ айтамыз. Келесі. 6 көк. Дұрыс. Келесі. 2 Сары. Қызғыл. Я қызыл. Келесі. Тез-тез. Жоқ. Сары, жасыл. Келесі. Сары деп отырсың. Қаттырақ. Қаттырақ. Бір қара. Келесі. 5 Қызыл. Келесі. 8 көк. Керемет. Қаттырақ. Қандай түсі? Күлгін, я? Күлгін. Дұрыс. Келесі медина. 17 сары. 17 сары. Дұрыс. Керемет. Бір-бірімізді. Өзің үшін өмір оқушыңызсыңдар. Я өмір Ана біреу өтіп қалған. Практикалық жұмыс істейді. Так, енді практикалық жұмыс қазір. Так, практикалық жұмысымыз, яғни қазір парақтар мен. Сол параққа қазір шеңбер циркуль құралдарымызды аламыз. Құралдарды алайық, сызғыш, циркуль. Так, мен қазір парақтар алдым. Сол параққа не саласыздар? Так, шеңбер саласыздар. Жұппен жұмыс болады. Так, бұл жұппен жұмыс біргір. Так, біргір. Тез-тез басқайық. Тақтаға қараймыз. Так, не деп тұраны, практикалық жұмыста сол... Бірінші шеңбер саламыз. Әр оқушының шеңберді екеуін қосып саламыз. Үлкен қылып шеңбер салыңдар. Кеше айтқан, циркуль. Так, ең бірінші шеңбер саласында, яғни бірнеше радиусын жүргізесіңдер, иә? Жоқ, бір үлкен шеңбер салыңдар. Так, шеңбер саласында бір. Тез-тез саламыз. Так, шеңбер саламыз. Так, шеңбер саламыз. Енді, так, центрін белгілейсіңдер, иә? Так, одан кейін, так, бірнеше радиус жүргізесіңдер. Так, бірнеше радиус жүргізіңдер. Так, бірнеше радиус жүргізіңдер. Так, сызғыш қайда? Радиус жүргіземіз. Радиус жүргіземіз. Радиус дегенді білесіңдер ғой? Екеуі бірге істейміз бірге. Қос сен. Мынандай немесе Тағы да жүргізіңдер. ортасынан нүкте салыңдар. Центрін саламыз және де радиус. Бірнеше радиус. Яғни біздің шеңберіміз. Сызғышымды алып, не радиус жүргізуге ғой. Не жүргіз? Бірнеше радиус жүргіз. Яғни бірнеше секторға бөлесіңдер. Жаңа ауызша тапсырма орындалатын бірнешеуін жүргіз. Сосын бояйыңыз. Тағы да.
радиуссыз центр мен радиус негізі білесіңдер ғой екен анықтамасы бойынша мынау сыз үшін Так, болыңдар иә, енді бояймыз. Так, бояймыз. Так, әрбір сонда не радиус жүргізгеніңіз ол неге бөлінді? бірнеше Дөңгелек секторға бөлінді. Енді сол секторларды не істейміз? Так, бояймыз. Так, боянды. бояймыз. Дальше бұл. Так, бояймыз. Так, енді бояймыз. Әр түскен боянды. Қармаштар бар ма? Мына алайық, бір-екі түскен. Бояймыз. Сен де мына жақтан бояй бер. Бірігіп жасайтын жұмыс қой, сондықтан екі жақтан да боялды. Сосын радиусты өлшейміз. Қасына қанша екенін жазамыз, радиус қанша екенін. Керемет. Бояймыз. Бір-бірімен алмасындар, иә. Тез-тез бөлім бе, тез-тез? Кімнің қолы бос, радиусты өлшей берсін. Қасына сосын әрі тең болады деп жазып қоясыңдар. Керемет. Бояп болғаннан кейін сұспан енді радиусын өлшейсіңдер иә? Қанша сантиметр екен? Так, сұспан бар? Радиустарды өлшейміз. Енді радиусын өлшейміз. Радиустар бірдей, бұл бір радиус өлшесіңдер, қасына жазыңдар радиус өлше сантиметр екен. Радиустың өлшеңдер, радиус өлшеңдер. Анда не керек емес, сылышпен өлшейді радиус. Центр деп иә. Мына жерге жазасың. R жерге жазасың. R тең болады. Қанша? Радиус. Диаметр қанша? Одан екі есе үлкенге. Әртүрлі цветке бояп, әртүрлі түске. Жақсы. Әбдәшмен қараяқтады, иә? Несін өлшейсіңдер, сылыштарын алыңдар да, радиусын өлшейді. Сосын болған болар. Сосын жерге жазасыңдар, қанша, R радиус қанша. Өлшейді. Жерге жазасыңдар, R тең болады, жерге жазыңдар. R тең болады. Қанша болды? Неше сантиметр? Неше сантиметр? Бес бүтін жерге жазасыңдар. R тең болады. Ертең болады 5 бүтін оннан 5 сантиметр. Так, жер сантиметр. Сантиметр. Так, дұрыс. Так, тағым болды. Так, енді несін өлшейді? Так, центр өлшейді. Так, центр өлшейді. Надо бастап, центр не радиусный ущерб, центр не поставить. Так, еще сантиметр. 6, е? Так, жазасың. Так, 6 деп. Жерге жазасың. Так, 5 тең болады. Жерге болады. 5 тең болады. Так, 6 сантиметр. Так, жақсы. Так, çarpım oldu. Şöyle bak. Так, жерге жазасың. Радиус қанша болды? Неше сантиметр? Радиус.
сектордан бояп жүр. Так, болдық иә? Так, сонымен іңкәрмен кім әрдәшін сендерді жұмыс көрсете қойыңдар иә? Тақтаға тез. Так, сонымен шеңбер неше секторға бөлініп тұр? Так, радиусы 8 сантиметр, а диаметрі бізде 16 сантиметр. Өлшем білден жазып жүрерсің. Жақсы отырамыз. Так, ерғандар қойыңдар. Шеңбер неше секторға бөлініп тұр? 3 сектор. Так, радиусы 3 сантиметрге жетті. Так, жақсы. Так, отырасың. Так, келесі кім мединамен кім жанқымыз? Болды, тез. Кім? Айлы қапесі майдария келе ғой. Шеңберді 4 секторға бөлінген, яғни дөңгелегіміз. Яғни радиусы неше сантиметр екен? 6 сантиметр екен. Сендер бұл секторы, бір сектордың бұрышы неше градусқа тең болып тұр? 90 градусқа тең болып тұр. Сонда әрбір 4 секторымыз 90 градусқа, сонда 360 градусқа тең. Так, жақсы. Так, алабын. Так, келесі кім? Мединамен кім? Диаметр дұрыс емес, радиусы дұрыс емес, жетеді. Жақсы отырады. Так, диаметр дұрыс емес. Так, диаметр 2 есе үлкен болу керек бұл жерде. Так, келесі таймаспен андайды. Шеңбер неше секторға бөлінді? Так, 5 секторға бөлініп тұр, иә. Так, радиусын өлшедіңдер ме, радиус неше екен? Иә. Олар бұрышын өлшеп тұр. Так, сендер бұрыштарын әрбір бұрыштарын өлшеп тұрсыздар, иә, сектор? Яғни сектордың әрбір бұрышын өлшеп тұрсыздар. Так, жақсы. Так, жақсы отыра ғой. Сектордың бұрышын көрсеткен жақсы. Так, жақсы. Бәрімізді орындадық па? Қайра қол соғып қойып. 1, 2, 3. Жақсы, нұртас, сен өндеме отырсың. Так, жарайды, жақсы. Так, енді, сонымен жаңағы берілген тапсырманы жақсы орындарыңдар, яғни берілген шеңберді бірнеше секторға бөліп, оның радиусын таптыңыздар. Так, енді келесі тапсырма ол шеңбер және олардың элементтер бойынша шеңбердің әр бөлігінің дұрыс атауын атайды. Яғни мұнда бірінші шеңбердің әр бөлігінің дұрыс атауын таңдау керек. Қолдану. Бірінші шеңберде бізде стрелкамен көрсетілген. Яғни стрелкамен көрсетіліп тұр. Бұл атау не? Не деп аталады? Жоқ, не деп аталады? Мынау кесінді, қызыл кесінді. Не деп аталады? Қолдарымыз бүйтелеміз, кім айтты? Кім айтты? Тагаделя айтты. Тагаделя, сосын Алихарайя, дұрыс радиус. Екінші, не стрелка көрсетіліп тұр? Адель. Так, келесі оқушылар қараймыз. Келесі стрелка. Центр. Шеңбердің центр көрсетіп тұр. Так, жақсы. Келесі. Диаметр. Іңкар дұрыс айтты. Ерғанат дұрыс айтты. Сосын кім? Ерғанат. Сосын жаңғымыз пен медиа. Так, жақсы. Так, енді әр дөңгелектің диаметрі мен радиус
радиусын тап дейді. Өлшем бірліктерге назар аударуды ұмытпа дейді. Әне мұнда Қараймыз бірінші. әр дөңгелектің диаметрі мен радиусын табу керек. Қараймыз. Тақтаға шығып айтып отырсаң да. Тақтаға шығып кім айтар еді. Бірінші шеңбер бойынша көрсетіп айтамын. Бірінші бойынша диаметрі қаншаға тең және радиусы қаншаға тең. Мұқиятына қарады сантиметр, миллиметр деген. Сантиметрге сосын бар. Диаметрі қанша? Клеткамен есептеп, жазып тұрып, 1 сантиметр, 2 клетка, 1 сантиметр. 2 клетка, 1 сантиметр болып есептеледі. Үш диаметр 3 сантиметр дейді. Диаметрі яғни 3 сантиметр. 3 сантиметр маңай. Яғни 1 сантиметр. 1, 2, 3 сантиметр. Енді радиусы миллиметрге айналды. Миллиметрге айналдырасыңдар. 1 сантиметр неше миллиметр? 1 сантиметр. 1 сантиметрде неше миллиметр? Неше миллиметр? 10. Иә. Сонда 6 сантиметрде қанша миллиметр бар? Бұнда диаметр. Şu болса радиус қанша? Радиус қанша болады енді? Радиус оның жартысы ғой. 3 сантиметрдің жартысы. 1 жарым. Оны миллиметрге айналдырғанда қанша болады? 10-ға көбейтеміз 1 жарымды. 15 миллиметр. 15 миллиметр. Не, диаметрі 3 сантиметр болса, радиусы оның жартысы 1 жарым. 1 жарымды 10-ға көбейтеді 10 миллиметр. Түсіндік па тапсырманы? Келесі. Келесі мынау. Тез-тез Қызыл не бойынша диаметрі бірінші. Диаметрі қанша? миллиметрмен айтасың. Енді миллиметр. 2 сантиметр миллиметрге айналдырып, сонда қанша болады? 20 миллиметр дұрыс. 20 миллиметр. Келесі. Сұлтаны. Мынау жасыл не бойынша бірінші диаметр қанша сантиметр? Неге 2 болады? Мынау 2 клетка ол 1 сантиметр болады. Сонда жоқ, 2 сантиметр ол радиусын айтып тұрсың. Толығымен сонда қанша? 4 сантиметр. Енді оның радиусы қанша? 4 сантиметр. 4-тің жартысы 2. Дұрыс. Екіні енді негіз сантиметрге айналдырасың. Сантиметр болып тұрмысы. Бұл сантиметр болып екен. Жақсы. Бір-бірімізді қошеметтеп отырайық. Енді келесі соңғы не бойынша, дөңгелек бойынша таймасы келе ғой. Диаметр қанша? Есептеп отырасыз. Түсінбейсің. 2 клетка, 1 сантиметр. Санау керек. Бұл сұрауға шекте салмайсың. Дұрыс 6 сантиметр диаметр. Ал радиусы қанша болады? Радиусы 6. Жоқ. Жартысы. Жартысы енді 30 сантиметр. Дұрыс. Жоқ, 3 сантиметр, 30 миллиметр. Олар миллиметрмен жабыстырып отыр. Жасы бір-бірімізді қошеметтейміз. Сантиметр, яғни 3 сантиметр. Диаметр 6 сантиметр, ал радиусы сол 3 сантиметр болып қалады. Енді сәйкестен Қане шықпаған балалар. Біріншісіне кім айтады? Бірінші. Егер радиус 7 сантиметр болса, бізде Қаттырақ өзін айтсын. Радиусын бізде бұл. Диаметр онда 14 болады. Дұрыс па балалар? Қане балалар дұрыс па? Шапалақта естіңіз. Ана сен естің. Келесі екіншісі.
Так, келесі кім? Қайнасы. Дұрыс болса бәріміз дұрыс дейміз, қошемет дейміз. Радиосы 10 дейді, дұрыс па? 1, 2, 3, керемет. Ала ғой. Так, келесі. Қаттырақ айтыңдар. Келесі. Так, радиустың яғни анықтамасын табу керек, радиус дегеніміз не ол? Қаттырақ айт. Шеңбердің кез келген нүктесін центріне қосатын нүктесі. Дұрыс па? Дұрыс па? 1, 2, 3. Так, келесі. Алихан. Балалар дұрыс болса қошемет дейміз бір-бірімізді. Так, келесі енді сенде диаметр кеп тұр, иә? Енді диаметрдің анықтамасы қайсы? Так, келесі. Ойланыңдар балалар. Тақтаға шыққан кезде біліп диаметр деген барып сол не арқылы өтеді? Иә, сол қайсы? Қаттырақ өзін айт. Қайсы? Шеңбердің центр арқылы өтіп, оның екі нүктесін қосады. Қосады, кесінді, иә? Дұрыс па? Дұрыс па? Дұрыс, иә? Дұрыс, яғни шеңбердің центр арқылы так, келесі кім не дені? Так, шеңбердің анықтамасы. Табады. Шеңбер деген түсіне. бірдеген нүктеден бірдей Қашықтықта. жатқан нүктелер жиыны. Так, дұрыс па? Яғни берілген нүктеден бірдей қашықтықта жатқан нүктелер жиыны дейді. Дұрыс па? Так, шеңбер, иә? Так, дұрыс, иә? Яғни берілген нүктеге дұрыс. Яғни берілген нүкте не болып табылады? Ол центр болып табылады. Яғни бірдей қашықтықта жатқан нүктелер жиыны, иә? Так, жақсы. Келесі. Так, дөңгелек. Так, Султана. Дөңгелек 360-ға тең. Иә, кішкене қаттырақ айтасың. Дөңгелек 360-ға тең болады. Яғни дөңгелек 360 градусқа тең болады дейді. Я дұрыс. Так, Жоқ. Шеңбермен шектеледі. иә, дөңгелек шеңбермен шектеледі. Шеңбермен шектеледі. Дұрыс па? Дұрыс па? Так, дұрыс, иә? Так, шеңбермен шектеледі ғой. Так, дұрыс, соңғысы модель аштағы. Толық бұрыш. Яғни толық бұрышымыз ол. Дұрыс па? 360 градусқа тең. Жақсы. Так, керемет балалар. Так, бәріміз де жақсы. Не қатысып отыр, иә? Так, нұртасы тамам деген. Так, неке енді, так, келесі енді. Так, соңғы тапсырма бұл. Так, неке. Картаға қараймыз. Картаға циркульдің көмегімен радиусы 5 см болатын шеңбер салынады. Яғни шеңберді көріп тұр. Так, енді осы шеңбер ішіне кіретін Астана қаласына тиісті елді мекендерді көрсетті. Осы Шеңбердің ішіне тиісті. шеңбердің ішіне кіретін Астана қаласына тиісті елді мекендерді көрсетті. Ішіне жазып тұр. Ішінде жатқан, осы шеңбердің ішінде жатқан қандай елді көріп тұрсыздар? Келіп жақынырақ қарауға болады. Қазір мен бұл кетейін балалар. Қазір. Көрінбей тұр ма? Яғни қосшы деп сосын бар нұра, сарыоба, иә? Сарыоба. Сонда үшеу болып тұр, иә? Елді мекен осы шеңбердің, яғни ішінде орналасқан. Яғни ішіне тиісті, біз өттік қой тиісті емес нүктелерді, иә? Яғни ішінде жатқан нүктелерді біз тиісті дейміз, ал сыртта жатқан нүктелерді біз не дейміз? Тиісті емес нүктелер. Сол сияқты міне елді мекен осы шеңберге тиісті елді мекенді яғни так. Жақсы. Так, енді келесі. Так, шеңбер дөңгелек енді дөңгелек неше сектор бар екенін көрсетеді. Неше секторға бөлініп тұр?
Қолыңызды көтереміз. Так, қолыңызды. Так, қолыңызды. Я так Айдария дұрыс. Так, Кім айтты? кім қол көрсетті? Так, Султана көрсетті. Енді келесі екінші. Так, жауабы сонымен так 3 секторға бөліністір, иә? Енді әрбір сектордың өзінің несі градусы өлшем болады. Енді пиццаның неше сектор көрсетілген? Яғни бәріне өз шығай? Иә, бәрінде мінекей, яғни пиццамыз, яғни 8, яғни бөлікке бөлінді. Кімге берген жоқ ма айта берді? Бұл неміз тең бөлікке бөлінген ба? Так, қараймыз. Так, тең бөлікке бөлініп тұр ма? Бұл неміз так, пицца тең 8 бөлікке бөлініп тұр, иә? Берілген сектордан қалған берілген сектордан қалған бұрышы және диаметрі нешеге тең екенін тапты. Иә, так, айта ғой. 230. Берілген сектордан Қалған секторды айтасың аға. қалған бұрышы. Егер де бұл шеңберді толықтырсақ, Толықтыратын болса қалған бұрышы. шеңберді толықтырсақ, кәне, 240 дейді, 240 дейді. дұрыс па? Дұрыс па? Толықтыратын болса қарай. 240 болады, дұрыс па? Болады, кәне, дұрыс. Егер шеңберге толықтыратын болса 200. Енді диаметрді Так, толық. диаметрі қанша? Жоқ. Так, диаметрі сонда. Дұрыс па? 10 сантиметр. Бәріміз қолмен шығаршы етеміз. Так, жақсы, радиусы бізде 5 сантиметр, диаметрі бізде 10 сантиметр. Так, жақсы. Так, дөңгелек теңдей 5 секторға бөлінген. Секторлардың бұрыштарының әрқайсысы неше градустан келіп тұр? Так, 1, 2, 3, 4, 5-ке бөлініп тұр. Сонда 5 бірдей, кім қолдарды көтереміз? қанша? Жоқ, дұрыс па 90? Жоқ, келесі. 5-ке бөлеміз қанша деген? Кім айтады? 5 бірдей секторға бөлеміз. 5 бірдей секторымыз. Так, жоқ. Ауызша. Жоқ. 35. 70. Так, 5-ке бөлесіз. Кім біреу айтты мына жерде? Қанша деді? 72 дейді. Дұрыс па балалар? Так, 72, иә? Дұрыс па? 72. Так, Қошемет дейміз. әрбір сектордың несі бұрышы 72 градусқа тең. Так, жақсы. Так, енді қоңырауда так соғып қалды. Так, енді сабақты так қорытындылайық. Так, сабақты қорытындылайық. Сабақты қорытындылайық. Яғни бірінші, бүгінгі сабаққа жақсы қатысқан, қане санаймыз немізді. Так, жұлдызшаларымызды санайық. Так, кім көп жұлдызша? 6. Так, 6. Так, Айдария 7. Қанша? 10. 10. Тағы да бірге. Қолдарыңызды көтеріп, көрсетейік жұлдызшаларыңызды. 6. Так, ең көп жинаған қайсысы? Кімге болыпты? 12 қызда 10. Сосын 7 бар, сосын неше бар? 5 бар, 6 бар, 7 бар. Жақсы, керемет. Сабаққа өте жақсы атсалысыңдар. Өте керемет. Так, енді қолдарындағы не бойынша енді кері байланыс жасап жүрейік. Яғни бірінші түсіндім. Так, одан кейін әлі де іздеуім керек, сұрағым бар. Кімге қандай кер, соны қалдашаға әкеліп саламыз. Сосын біз қашан түсіндіріп берсек, кішкене асықпаймыз. Так, асықпаймыз, қолдағы. Басын. Жақсы. Кәлемді кішкене жасап жүрейік комментарий. Мына жерде әлі де іздену керек дейді. Кім қойды? Кім қойды? Аға. Түсіндіріп жіберсе неге неттен қойғанымды? Отыр. Кішкене алғашқа түсіндіріп жіберсе орнынан тұр. Сабақты толық түсінді ба? Шамалы
diyorlar ya usta. Кейбір жерде түсінген жоқсың, иә? Қалғансыз толық, яғни толық түсіндім дейді. Яғни өте жақсы. Енді үй тапсырмасын жазғандар. Үйге тапсырмасы үйге 944-945 есеп. 944-945. Deptelerimizi açtık. Дәптеріңізді ашып, үй тапсырмасын жазып алайық күнделікті.